Саламатсыздар ма, құрметті медик студенттер, сіздермен КТГ мектебі видео бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, мына жерге лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қабынуға қарсы стероидті емес препараттар. Ең алдымен бұл препараттардың жіктемесін білу керек. Оны біз екіге бөлеміз. Яғни селективті емес циклоксигеназа 1 және 2 және селективті тек қана ЦОК 2-ні ғана жабады. Енді қандай препараттар жатады? Мына жерге бір қарап өтейік. Селективті емес ЦОК 1 және ЦОК 2 препараттары 7 негізгі туындыдан тұрады. Бұны міндетті түрде білу керек, себебі бұл ақпарат сіздерге емтиханға үлес жақсы қосады. Қараңыздар, салицилаттар, яғни оған аспирин препараты жатады. Келесі пропион қышқылы напроксен, индол сірке туындылары индомитоцин, фенил сірке қышқыл туындылары диклофенак, оксикамдарға пироксикам, антранил туындыларына нифлум қышқылы және де пиразоладин туындыларына фенилбутазон препараты кіреді. Яғни бұл аталмыш 7 туынды ЦОК 1-ді де, ЦОК 2-ні де жауып қабынуға қарсы эффект көрсетеді. Енді мына жаққа қарайтын болсақ, бұл жақта селективті ЦОК 2 препараттар, яғни тек қана ЦОК 2 деген фермент жабады. Бұл жаққа 2-ақ туынды кіреді. Бұл оксикамдардың, яғни оксикамдар мына жерде пироксикам деген препараты ғана бізде селективті емес болып табылады. Ал мелоксикам бұл селективті. Осыны білулеріңіз керек. Және сондай-ақ екінші туындысы сульфенамидтер, бұл жаққа немесулит препараты кіреді. Енді өздеріңізге конспект қылып алу үшін мынаны бір қарап алсаңыздар болады, стопқа қойып, ал біз сабақ. Ең алдымен достар, қабыну болып жатқан кезде бізде вирус, бактерия, саңырауқұлақ, түрлі жаман нәрселер бізде ең бірінші зақымдайтын нәрсе бұл клетка. Басқа ешкімді зақымдамайды. Сол үшін ең бірінші давайте бірінші қадам жасайық. Клетканың сыртын кім қоршап тұр? Бұл мембрана. А мембрананың ішінде не бар? Бұл фосфолипид, мына дөңгелек, және арахидон қышқылы. Нормада өмір қалай жүреді? Арахидон қышқылы аздаған мөлшерде бізде клетканың ішіне орналасқан түйіршікті ЭПТ-ға барып, ЦОК 1-мен байланысып, ағзаға керек медиаторлар синтездейді. Бұлар жақсы медиаторлар. Бұлар біздің тамырларымызды кеңейтеді, жүрегімізді жақсартады деген секілді. Ал енді қабыну кезінде не болады деген сұрақ туындайды. Давайте қарастырайық. Қабыну кезінде әрбір клеткаға қарайтын макрофаг деген зат болады. Бірінші қысқаша айтып кетейін. Макрофаг. Макрофаг мына жақта келіп жатқан бактерияны сразу сезеді. Қандай рецептор арқылы? Toll-like receptors. ТЛР деген рецептор арқылы бактерияны, инфекцияны бірінші клеткаға келмес бұрын сезіп алады. Сол кезде макрофаг ағзаға көп мөлшерде ТНФ, альфа, интерлейкин 1, интерлейкин 6, 8 деген заттарды синтездей бастайды. Не үшін? Мына заттарды қанға жібереді. Өйткені макрофаг бірінші болып жауды көреді. И ағзаға тревоганы жасайды. Яғни мына заттардың барлығы ағзаға тарайды, бірінші очередь қайда барады? Миға барады да температураны көтереді. Чтобы мына бактерияларды, инфекцияны өлтіру үшін. Түсінікті ғой? Ал енді осы интерлейкиндер помимо қанға түскеннен бөлек, олар сау клетканың ішіндегі ядро деген органоидтың экспрессиясын күшейтеді. Ненің экспрессиясын? Жазып қойыңыздар. Циклооксигеназа 2 деген ферменттің, который түйіршікте ЭПТ-да орналасады, соның экспрессиясын күшейтеді. Яғни ДНК-ға көп мөлшерде сигнал береді. Циклооксигеназа 2-ні синтезде деген. Енді қараңыздар. Циклооксигеназа 2 не істейді ары қарай? Циклооксигеназа 2 мына жаққа келіп жатқан арахидон қышқылдарын бәрін маяқтан жабатты, өзіне тарта бастайды. Енді бізде тура сондай медиаторлар шығады, бірақ жақсы емес, жаман, какай медиаторлар шыға бастайды. Бұл медиаторлар не істейді? Бұл медиаторларда миға барып, гипоталамусқа температураны көтереді. Осылайша қабыну кезде бізде температура
көтеріледі. Сондай-ақ бұл жаман медиаторлар буынға барып ауырсынуды шақырады. Соның бірі брадикинин деген медиатор. Енді бізде жаймендеп не басталды? Қабынудың реакциясы. Енді қабынуға қарсы стероидті емес препараттар не істейді? Ол молекулалар клетканың ішіне түседі, яғни селективті болсын, селективті емес болсын, олардың барлығы түседі де циклоксигеназа 2-ні өшіріп тастайды. Сол кезде бізде жаман медиаторлар пайда болмайды. Нәтижесінде температура төмендейді, ауырсыну басылады. Ал енді НПВС-тер циклоксигеназа 1-ді ма, 2-ні ма жабамыз деген кезде жаңағы жіктемені есімізге түсірейік. Если препараттар тек қана ЦОК 2-ні ғана жабады дейтін болса, олар тек қана ЦОК 2-ні жабады. Ал егер селективті емес болатын болса, олар қосымша кімді өшіріп тастайды? На всякий случай ЦОК 1-ді де өшіріп тастайды. Осылайша қабынуға қарсы стероидті емес препараттарды 2-ге бөледі. Біреуі ЦОК 1 мен 2-ні жауып тастайды. Біреуі тек қана ЦОК 2-ні жауып тастайды. Қабынуға қарсы стероидті емес препараттардың жанама әсерлеріне келетін болсақ, әлбетте жанама әсер өте көп. Бірақ негізгі 5 жанама әсер жаздым, жиі шақырылатын, жиі пайда болатын. Соның бірі асқазанның ойық жарасы. Не үшін асқазанның ойық жарасы пайда болады? Себебі біз жаңа айтып кеттік, бізде ЦОК 1 ферменті жабылуы мүмкін деп. А ЦОК 1 бізде жақсы медиаторлар синтездейді. Соның бірі асқазанның сілемейлі қабатын реттейтін медиатор бар. ЦОК 1 арқылы синтезделетін, оның бірі простагландин. Яғни біз селективті емес көп мөлшерде бере беретін болсақ, ЦОК 2-ні 1-ді де жабатын болса, 1 жабылатын болса, простагландин пайда болмайды. Нормада кездесетін. Нәтижесінде бізде тамырдың ишемиясы болады асқазанның париеталь клеткаларында. А ол ишемия неге алып келеді? Әлбетте клетканың өлуіне. Өйткені тамыр тарылған кезде ол жаққа қорек бармайды. Екіншіден, H-хлор синтезі күшейіп кетеді де, осы 2 фактор бізде неге алып келеді екен? Асқазанның ойық жарасына. Келесі. Нефротоксикалық эффект не үшін болады? Өйткені көптеген қабынуға қарсы стероид емес препараттар проксимальды трубканы, яғни нефронның проксимальды түтікшесіне ROS деген зат бөле бастайды. ROS деген бұл радикал оксиген субстрейт, бұл уытты зат. Сол көп мөлшерде проксимальды түтіктер зақымданған кезде бізде көп жағдайда тубула интерстициальды нефрит деген секілді ауру пайда болады. Келесі, гепатоксикалық немесе гепатотоксикалық әсер. Бұл бізде ROS-тың көп мөлшерде бөлінуі гепатоциттерді өлтіреді. Себебі бауырда бүкіл дәрінің метаболизмі жүреді. Сол себептен де бізде қабынуға қарсы стероид емес препараттар көп мөлшерде ROS-ты бөлген кезде гепатоциттерді зақымдайды. Дальше, қан кету. Өйткені селективті емес қабынуға қарсы стероид емес препараттар тромбоксан А2 деген медиатор жауып тастайды. Тромбоксан А2 деген медиатор бұл тромбоциттерде синтезделетін медиатор. Бұл агрегацияға қатысады, сәйкесінше агрегация төмендеген кезде тромбтар пайда болмайды. Қан сұйық болып кетеді. А егер біз оны көп ішіп қоятын болсақ, адамда не басталуы мүмкін? Қансырау. Мұрнынан қан кетеді, құлағынан қан кетеді деген сияқты енді. Дальше. Келесі бронхоспазм. Даже сондай бір сөз бар, аспириндік астма деген бар. Ол көп кітаптарда жазылмайды, бірақ сен біздің YouTube каналымызда сондай сиқыр ақпараттар біліп кетесің. Кеттік. Бронхоспазм не үшін болады? Себебі бізде арахидон қышқылы естеріңізде болса, циклоксигеназамен байланысып медиаторлар пайда етеді деп айттық қой. А если біз НПВС, яғни қабынуға қарсы стероид емес препараттар беретін болсақ, олар ЦОК-ты жауып тастайды, дұрыс па? ЦОК-ты жауып тастаған кезде арахидон қышқылы айтады, маған медиатор жасау керек дейді де, ЦОК емес лок деген ферментпен байланысып кетеді. Сәйкесінше локпен байланысып кеткен кезде лейкотриендер деген заттар синтездейді. Лейкотриендер бізде бронхты баратта қыса бастайды. Нәтижесінде не басталады? Бронхоспазм. Яғни бронхтар қысылады. А ол қысылатын болса, адам не істейді? Ентіге бастайды. Сол себептен де аспириндік астма деген сөз осы жерден шыққан. Енді бұл аталған заттарды қорытындылап жүйелеу үшін
Давайте кейс шығарайық. Кейсте 33 жаста науқас келіп отыр. Оның негізгі шағымдары температураның көтерілуі және денесінің қақсауы. Сондай-ақ бұл науқаста бізде жұтынған кезде тамақтың ауырсынуы байқалады. Енді қараңыздар. Бұған әлбетте не береміз? Қабынуға қарсы стероидты емес препараттар. Енді қайсысын таңдаған дұрысырақ деген сұрақ туындайды. Енді мен сіздерге сразу айтып кетейін. Мынау селективті циклооксигеназа 2-ні жабатындар, бұлар көбінесе жергілікті бір қабыну кезде жақсы көмегін береді. Мысалға тіземіз ауырып жататын болса, конечно, біз мелоксикам, яғни оксикамдардың цок 2-ні ғана жабатын берсек болады. Ал енді бізде қараңыздар, бұл жақта температура көтеріліп жатыр, денесі қақсап жатыр, тамағы ауырып жатыр. Яғни бұл науқаста жүйелі бүкіл ағзасында қабыну бар. Сол себептен де бұл жерде әлбетте селективті емесін берген дұрысырақ. Енді селективті еместің ішінен қайсысы мықтырақ деп қарайтын болсақ, және қайсысы қауіптірек емес деп қарастыратын болсақ, бұл әлбетте ибупрофен. Біріншіден, ибупрофен препаратын давайте науқасқа берейік. Ибупрофен. Ибупрофен берген кезде, ибупрофеннің механизм бір еске түсіріп жіберейік. Бұлар не істейді? Цок 2-ні және цок 1-ті жабады. Бірақ цок 2-ні жапқан кезде бізде жаман медиаторлар ағзада жоқ. Сәйкесінше температура төмендейді. Бір проблеманы шештік па? Иә. Денесінің қақсауы басталады, себебі брадикининді тоже жауып тастайды. А ол цок 1-ден тоже шығады, цок 2-ден шығады. Оны жауып тастаған кезде денеміздің қақсауы басылады. Осылайша ибупрофен өте жақсы көмектесіп жатыр. Енді ибупрофеннің тағы бір қасиеттерінің бірі, бұл біріншіден аспирин секілді астма көп шақырмайды. Екіншіден, агрегация процесіне тоже көп әсер етпейді. Хотя ол цок 1 жауба, тромбоксана 2-ні блоктаған кезде ол агрегацияны көп шақырмайды. Яғни жанама әсері минималды, қабынуға қарсы эффектісі максималды. Сол себептен де ибупрофенді берген абзалырақ болады. Ал енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, қайсысы эффективный, қайсысы бір-бірінің айырмашылығы деген сұрақтарды біздің мектепке келіп клиникалық фармакологияны үйреніп алсаңыздар болады. Описанияда көрсеңіздер болады. Ал енді нормально ма? Нормально. Ақыл жалғастыра бермедім бе, неге айтып айттың? Енді не істеймін? Қайтадан өлшеп жоқ, ана бүйтіп қырға саламыз ғой. Бір дубльмен түсіп sayılır. Дальше. Енді қабынуға қарсы стероид емес препараттар, значит, негізгі көрсетілімі бұл не екен? Бірақ сөз. Қабыну. Яғни, любой ит деген аяқталатын заттың бәріне не бересіздер? Қабынуға қарсы стероидты емес препараттар. Болды, зачем көрсетілімдер жаттап? Просто ит деген аяқталама, болды. Иттің итағайына дейін бере береміз. Түсінікті ба? Болды. Ал енді жанама әсеріне келетін болсақ, әлбетте сіздер уже біліп тұрсыздар мына видеоның білімі арқылы. Аспирин астма шақыратын болған соң, астматигі бар адамға аспирин бермейсіздер ғой. Дұрыс па? Қансырап жатқан адамға аспирин бермейсіздер ғой. Асқазандағы проблемасы бар адамға аспирин бермейсіздер ғой. Осы жерде бізде қандай сразу екінші бөлік кетеді, не? Қарсы көрсетілім. Бұл не? Астма. Екіншісі не болуы мүмкін? Қансыраулар. Үшіншісі асқазанның ойық жарасы. Болды? Нормально ма? Достар, осы видео ұнайтын болса, міндетті түрде комментарийға хейт болса да жазып кетіңіздер, және міндетті түрде колокольчикті басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.